Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Қазір расклад ер азаматтарға арналады. Яғни бөтен тұрмыс құрған әйел, соған ғашық болып жүрген жандарға арналады. Бұл жерде қазір көреміз, ол әйелдің сізге деген ой қандай. Орысша айтқанда чужая невеста дейміз ғой, сол сияқты. Соның ойын білетін боламыз. Ер азаматтарға арналады. Бұл общий расклад. Егер де жеке аштырам десеңіздер, өз еркілеріңізде WhatsApp номерді осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Хабарласыңыздар, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді бұл әйелдің ойы қандай, сізге деген ойы бар ма? Общий таныс болуы мүмкін, бала шағасы бар. Бір-бірлеріңіз тартасыздар, магнитше тартасыздар. Және де соған өздеріңіз, екеулеріңізде жол бересіздер. Бұл жерде чувство, яғни сезім бар, бірақ қиын, өте қиын арақатынас. Өте қиын арақатынас болып тұр. Сіз әсіресе сіз құштар болғыңыз өте жоғары, 100% деп айта аламын, бірақ жол жабық сізге. Бұл әйелмен кездесуге жол жабық. Өйткені ақылға беріліп тұрсыз, ақылмен шешу деген сияқты. Неге ақылмен шешу? Өйткені бұл әйелдің тұрмысы бар, күйеуі бар десем де болады. Яғни ақылға беріліп тұрсыз, иерофант деген карта түсіп тұр. Өз-өзіңізді әрең ұстап тұрсыз. Енді сезім білдірсеңіз не болады? Қазіргі таңда көп қой, жаңағыдай күйеуі бар ер азаматтар бар, әйелдерге ғашық болып қалатын ер азаматтар бар. Ондайда менің адамдарым бар, хабарласқан. Сондықтан осы видеоны осындай жандарға арнап жатырмын. Ол әйелдің сізге деген сезімі қандай, ойы қандай, ойында не бар, соның бәрін білеміз. Ойында не бар ол әйелдің? Жұмыс, кедергілер, жол түсіп тұр ол әйелге. Және де ұзақ уақыт бір мәселені шешу үшін соның жемісін көргісі келеді, соны күтіп тұр. Бір өзгеріс болады деп тұр. Ол қандай өзгеріс? Ақша мәселесі жағынан. Ақша мәселесі. Яғни қарыз, кредит, және де бір алданып қалу. Связь, тупик күтеді. Бір адамға алданып қалған, тек қана ой сол болып тұр қазір. Может, ақша беріп, ақшасын аламай жүр, солай болып тұр. Әйтеуір бір нәрсе күтеді. Күтіп отыр. Сізге деген ой қандай? Енді дәл қазір бұл әйелдің ойын білдік. Енді сізге деген ой қандай? Мен семьям бар, болмайды деген сияқты ответ аласыз негіз бұл әйелден. Сізге деген сезімі қандай? Сезім бар, влюбленный шығып тұр. Туз шықты. Бұл жерде сезім бар, бірақ іштей өзі жақсы көріп жүре береді, бірақ ештеңе істей алмайды. Жол жабық тұр. Просто сырттарыңыздан ғашық болып жүру. Сол ғана болып тұр. Ол сізді ойлайды ма? Иә, ойлайды. Ойлағанда бір болады, бір қыз бен жігіт емес та, уже тек қана интим арақатынас, соны ойлап тұр бұл әйел. Және де оған жол жоқ деп тұр. Ол жігіттің де, сіздің де ойыңыз сондай деп ойлайды да, бұл ойы. Бірақ ондайға жол бермеймін деп тұр. Ондай тірлікке бармаймын деп тұр. Өзің күйеуін жақсы көреді ме? Көңілі қалған, бірақ бірге отбасыда бірге жеңіске жету, яғни бір шаңырақтың астында тұрғаннан кейін өрлеу карта көрсетіліп тұр. Бұл жерде ағашта жапырақтар шығып тұрған картаны көріп тұрсыздар. Бұл жерде бірге
ақшасы общий, бірақ көңілі қалған күйеуінен. Бірақ общий бірге тұрғандықтан осылай карта түсті.